Қазақстанда алғаш рет бітімгерлік міндетін дербес орындауға кірісті. Голан жоталарындағы операция аясында Біріккен ұлттар ұйымымен қарым-қатынасымыз мүлде жаңа деңгейге көтерілді. Біз толыққанды бітімгерлік күштері бар ел қатарына қосылдық. Қазақстан осы салада мол тәжірибе жинақтаған Орталық Азиядағы бірден бір мемлекет, деді президент ұлттық бітімгерлік контингентінің әскери қызметшілерімен кездесуінде. Бітімгер болу бейбітшіліктің елшісі болу деген сөз. Бұл үлкен абырой, әрі зор жауапкершілік. Нағыз ержүрек жауынгерлердің қолынан келетініз. Қазақстан бейбіт ел. Біз әлемде тұрақтылық орнатуды көздейтін барлық бастаманы қолдаймыз, деді жоғарғы бас қолбасшы. Біз кейбір заманда ұлы бабамыз Сұлтан Бейбарыс билігін жүргізген және Әл-Фараби шығыс даналығының негізін құраған жерде қызмет еттік. Қызмет барысында біздің жеке құрам 600-ден астам жауынгерлік тапсырманы шығынсыз өте жоғары дәрежеде орындады. Құрметті жоғарғы бас қолбасшы мырза, контингенттің барлық жеке құрамының атынан бізге аса сенім артып, миссияға жібергеніңіз үшін, миссия барысында бізге берген қолдауыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті жоғарғы бас қолбасшы мырза, бүгін біз сіздің сеніп тапсырған бітімгершілік контингентінің миссиясын абыроймен атқарып келіп отырмыз. Қазақ қыздары ел басына күн туған кезде ер азаматтармен бірге ел намысын қорғауға атсалысқан. Сирия жерінде қазақ қыздары қойылған тапсырманы ержүректікпен, ерекше батырлықпен орындады. Қазақстан өзінің бейбітшілік сүйер мемлекет екенін дәлелдеді.